Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен әлемге әйгілі италиялық Ferrero Rocher шоколадын үй жағдайында жасаймыз. Сырты молочный шоколад пен орех, іші жұп-жұмсақ шоколадты печенье. Ендеше бастайық. Ең алдымен үйде қалған осындай яблочко печеньелерін және осындай жер жаңғақты осылай блендерға салып, майдалап езіп алатын боламыз. Езіп алған печеньелерімізді ыдысымызға салып, оның үстіне 2 ас қасық какаомызды қосып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне осындай шоколадный пастадан 3 ас қасық қосып, қолымызбен жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп араластырып аламыз. Осындай біртекті масса болып шығады. Енді қолымызбен осылай шарик жасап, пергамент қағазын төсеп, оның үстіне біртіндеп қойып шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылай шариктеп алды. Енді бетіне орехты осылай қатты майда емес етіп блендерлеп аламыз. Енді кез келген осындай молочный шоколадты суда ертіп алатын боламыз. Үш 5 минут суда ертсеңіз жеткілікті. Енді еріген шоколадымыздың үстіне жаңа ірілеп блендерленген орехымызды салып араластырып аламыз. Енді жаңа дайындап алған шариктерімізді шоколадқа осылай барлық жеріне жететіндей етіп араластырып алып, қайтадан пергамент қағазына біртіндеп қойып шығатын боламыз. Барлық шариктерімізді солай шоколадпен араластырып шығатын боламыз. Енді шоколадқа араластырған шариктерімізді морозильникке 10-15 минутқа қатырып аламыз. Мінекей біздің тәттіміз дайын. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дүкендегіден ас түспесе кем түспейді. Үй жағдайында да осындай үйде қалған печеньемен әдемі десерт жасасаңыз болады. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода дәмді рецепттермен кездескенше аман сау болыңыздар.